Тәлім-тәрбиені де, білімді де ойын арқылы үйретеміз. Соның ішіндегі біздің ұлттық ойынымыздың орны ерекше. Әр ойынның өзінің бір беретін бағыты, өзінің физиологиялық, психологиялық жағынан балаға көмегі бар. Арлан мен Амин білек күшін сынамаққа бекініп отыр. Қазақтың ұлттық ойыны қол күресте. Қарсыластар шынтақтарын үстелге мықтап тіреп, алақандарын айқастырады. Кімнің білек күші мықты болса, сол жеңіске жетпек. Бұл жолы Арлан жеңімпаз. Әмірхан мен Дамирдің ойыны да тартысты өтуде. Жеңіс Әмірханда. Ұлдар арасындағы тағы бір ұлттық ойын бұқа тартыс. Ойын шарты бойынша екі бала бір-біріне қарама-қарсы тізерлеп отырады. Кім арқанды өзіне қарай тартып, алдарындағы ойыншықтарының бірінші көтерсе, сол жеңімпаз атанады. Енді тақия тастамақ ойынымен таныс болыңыздар. Топ ішінен бір қыз шығып, ұл баланы басына тақия кигізеді. Тақияны иеленген бала қызды қуып жетуі тиіс. Қыз жеткізбей кетсе, баланы аздап төмпештеп алады. Ал жүйрік ұлдар әдемі қызбен қол ұстасып билеу мүмкіндігіне ие болмақ. Кезекте асық ойыны. Асық ойынның тәрбиелік мәні зор. Асық ойыны мергендікке, шапшаңдылыққа жетелейді. Бір мезгілде бірнеше бала ойнайтын асық ойыны баланың намысын жинап, қатарымнан оссам деген талпынысты бойына қасиет қылып сіңіреді. Тоқтық ұлттық ойын балалар топ болып ойнайды. Ойынға 10 балаға дейін қатыса алады. Шарты мынадай: ортаға шыққан бала теріс қарап көзін жұмып тұрады. Ал арттағы баланың біреуі қолындағы асықтарды тоқылдатады. Енді ойыншы дыбыстың қайдан шыққанын табу керек. Осылай ойын жалғаспақ. Ұлттық ойын арқан тартыс. Бұл екі топқа бөлінген балалармен ойналатын ойынның бір түрі. Арқанның екі жағынан екі топқа бөлінген балалар арқанды тартысады. Қай топ өз жағына алып кетсе, сол топ жеңіске жетеді. Бұл балаларға арналған ұлттық ойындарымыздың бір парасы ғана. Ойнаған баланың жүйкесі тынығады, сергейді, шымыр бола түседі. Сол арқылы тұрмыс салт, әдет ғұрып жайлы таным түсінігі қалыптасып, ой өрісі кеңеймек. Ұлттық ойындар кезінде балалар өздерін еркін сезініп, отансүйгіштікті, ұжымды сыйлауға, өз ой пікірлерін дәлелдеуге үйренеді.